Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шығатын пиццаның жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пиццаны сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пиццаның қамырына керекті заттар ұн, сұйық май, су, ашытқы, тұз және қант. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Ашытқыны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Біраз қасық ұн саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ашытқы көтерілгенше бетін жабамыз, 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей ашытқымыз дайын. Балғын ашытқыны пайдаланыңыздар, қамыр жақсы көтерілетін болады. Қамыр елейтін ыдысымызға ұнды електен өткізіп саламыз. Тұзды саламыз. Сұйық майды құямыз. Сонан соң дайын тұрған ашытқыны құямыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Менің каналымда мини пиццаның сонымен қатар табада жасалатын пиццаның жасалу жолы бары, қарап көріңіздер. Бізде жұмсақ қамыр дайын. Дайын болған қамырды екіге бөлеміз. Осы қамырдан 2 пицца дайындаймыз. 2 қамырды дөңгелектейміз. Қамырды салатын ыдысқа аздап ұн себеміз. Дайын болған қамырды ыдысымызға саламыз. Бетін жабамыз, бөлме температурасына 40 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына ірімшік, шұжық және қызанақ пайдаланамын. Салмасын қалауыңызша өзгертіп салуға болады. Қызанақ пен шұжықты жұқа етіп тураймын. Ірімшікті үкіштен өткіземін. Сапалы ірімшікті пайдалануға тырысыңыздар. Мінекей салмасын дайындап алдым және томат пастасын қосатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Дайын болған қамырды жұқа етіп жаямыз. Мен бірден ыңғайлы болу үшін қамырды пергамент қағазына жаямын. Қамыр жұмсақ болғандықтан ұнды пайдаланып отырып қолыммен жаямын. Қаласаңыз оқтаумен жайсаңыздар да болады. Дайын болған қамырдың үстіне томат пастасын жағамыз. Ең алдымен аздап ірімшік саламыз. Салманы 2 пиццаға бірдей қылып бөліп дайындап аламыз. Сонан соң қызанақты қоямыз. Енді жеткілікті етіп ірімшікті саламыз. Ең соңында шұжықты салып шығамыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Екінші қамырды дәл осы әдіспен қайталап шығамыз. Өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шығатын пицца дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пиццаны сіз де жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.